Қыздар, баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай қып-қызыл тауықтың аяқтарын жасаймыз. Ол үшін бізге мынандай упаковкадағы тауықтың аяқтары керек. Осы 2 пачкасы кетті маған. Ең алдымен ерітіп аламыз. Мынандай соевый соус, мынандай таза мед, бал және чеснок керек болады. Ыдысымызға аяқтарымызды ажыратып, барлығын саламыз. Егер голендеріңіз мұз боп тұрса, тұз суға салып алсаңыздар болады, сол кезде тез ериді. Осылай пышақтың көмегімен тесіп шығамыз. Бұл біздің аяқтарымыздың пісуіне көмектеседі, жақсы. Барлығын тесіп шығамыз осылай. Бес-алты тіс чеснокты майдалап турап, немесе теркадан өткізіп, өйстіп саламыз. Енді заправкасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 3 ас қасық соевый соус, 100 грамм балымызды салып, кішкене су құйып, жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Дайын болған заправкасын тауықтың аяқтарын үстіне құямыз. Тұзымызды, паприкамызды барлығын құйып, жақсылап араластырамыз. 5-6 сағатқа мариновкаға қалдырамыз. Барлығын міндетті түрде жақсылап араластырып аламыз. Барлығына тию керек. Беттерін жауып, мариновкаға қалдырамыз. Бес-алты сағат уақыт өткеннен кейін духовкамызды 200 градусқа дейін қыздырамыз. Осылай пергаменттің үстіне құйып, қалған соусын бетіне жағып шығамыз осылай. Қызарғанша пісіріп аламыз. Міне сонымен біздің тауықтың аяқтары дайын. Міндетті түрде жасап